тіршіліктің табылған күн, қисқансыз Қожамберді рулы елінде, Нақиптар әулетінде ақ түйеннің қарына жарылған күн десе. Той қазақтың маңдай тері төгілген, той қазақтың ырыс құты себілген, орын алған құда жекжат ағайын, ақ дастархан мерей тойдың төрінен ағайын. Қош келіпсіздер ағайын, осындай үлкен Ахметте ағайымыздың, Әдетте анамыздың берекелі отбасының төріне осындай керемет қызықшылықта бөлісіп біріксіздей жақсы тілекпен ат басын тіреп келіп жатқан алыс жақыннан келген меймандар, сіздерге айтар тілегіміз, қадірлі ағайын, баршаңыздың бастарыңызға бақ болып, сараңдықтан сақ болып, имандыққа иланып, ізгілікке сұранып, бір дастархан төрінде бастарыңыз құралып, көңілдерді шаттандырар шат құрып, жақсылықты жақсылыққа арттырып, татулықты төбесіне ту еткен, бір жұмылып, бір көтерер білекпен, ең басы адал ниетпен, Ахмет ағайымыздың мерейлі 70 жас тойына, Әдетті анамыздың 65 жасына қош келдіңіздер әлеуме. Той құтты болсын. Бүгінгі үлкен мерей той иелерін, бүгінгі Асқар Тодай әкемізді, ардагер ұстаз ағайымызды, алтындай біздің анамызды, сіздердің кереметтей қошеметтеріңізбен той төріне алдырайық ағайын. Той иелеріне қошемет болсын. Кеттік. Қош көрдік. Құрметті Ахмет ағай, тойыңыз құтты болсын. Әдетті апа, қолыңыздан бір ұстап қойып, тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа кереметтей бүгінгі сәнді салтанатты мейрамханамыздың төрінде ет жақын ағайынды жиып, алталаштың басын қосып үлкен мерейлі 70 жасыңызда осындай тойыңызды дүбірлі бөліскелі жатсыз. Тойларыңыз той баласын демекпіз, қадірлі ағайын. Қадірлі ағайындар, бүгінгі үлкен сіздердің алдарыңызда тойдың иесі, бүгінгі үлкен талай жанға аға болған, бір елдің ағасы, бір әулеттің жағасы болған, отбасының тірегі, ұл қызына Асқар Тодай әке болған, бүгінгі Нақип Ахмет ағайымыз, Құдайдың берген 70 жасында, Әдетті анамыз 65 жаста ағайын. Құтты болсын. Енді бүгінгі үлкен тойдан естелік болсын, ұл қыздарыңызды, немерелеріңізді қабатыңызға алып, бір естелікке жақсылап бір суретке түсіп алайық. Келіңіздер. 24 немеренің атасы, әжесі алдарыңызда, Құдайдың берген 4 ұлы мәдей, 3 қызы бар, кереметтей, берекелі ынтымағымен бірлігі жарасқан кереметтей, адам қызғарлықтай отбасы алдарыңызда. Құтты болсын, құтты болсын, 70 деген жасыңыз, ағайынға сыйлы болсын басыңыз. Ортамның қызығына шаттанып, Ахмет ағай өрлей берсін өмірдегі тасыңыз дейді. Алла сізге денсаулық қуат беріп, апамыз екеуміз сізге жетсін жасыңыз деп. Той иелеріне тұтап қоя қадірлі ағайындар. Рахмет, ілініңдер Алланың назарына, жол тартыңдар бақыттың базарына. Мен осылай арнадым тілегімді, бір күретіп той болған Әдетті анамызбен
Ахмет атты ағамызға деп қол соғып үлкен көкемді шығарып салайық. Қазақта кереметтей жақсы сөз бар, ел ағасыз, тон жағасыз болмайды дейді. Қарты бар елдің қазынасы бар дейді ағайын. Базардағы нарықты қазақ білмес, ат білер. Атқан жүктің ауырын адам білмес, ат білер. Ағайынның қадірін жақын білмес, жат білер. Қаймақты сөздің қадірін қазына кеуде қарт білер дейді. Аузында құдайы бар, тілінің шырайы бар кереметтей батагөй ағыз қарияларымызды сіздердің қошеметтеріңізбен есімдерін атап ортамызға шақыратын болсақ, бүгінгі үлкен тойымыздың бет-пердесін ашып беру үшін әулеттің үлкен ағасы Әби көкеміз ортаға келсе, сонымен қосып Тасболат көкеміз ортаға шақырса, Жандар ағамыз қоса ортаға келсеңіздер, есімдері аталған қарияларымыз той сахнасына келулеріңізді өтінеміз. Қошемет болсын ағайын. Рахмет. Бүгін Жамалғаның төрінде Аяна тойханасындағы үлкен тойдың куәсі болып отырмыз. Ал енді ахан құрметті зейнеткерге шыққанша көп жыл аудан орталығында шәкірт тәрбиеледі. Ұстаз деген өте ауыр да, қиын да, жауапты да, мәртебелі қызмет. Соны ақан шаршамай, шалдықпай, ешқандай жалықпай, осы кешегі құрметті демалысқа шыққанша атқарды. 8 қырлы, біз бір сырлы азамат. Тойларың осы тойға ұласа берсін, жүзге беріңдер. Ахмет аға, әдепті жеңше, дүниедегі бар жақсылық сіздерге тілеймін. Бәрекелді рахмет. Айтқан бата тілектеріңіз айдай келсін, құрметті көкелер. Көңілдеріңіз жаз күнінде әрқашанда жайнай берсін деп қояды. Апа бер жанында керемет суретке түсіп алыңыздар. Kogildir tuğum
келсе, сонымен қосып әдепті анамыздың нағашысы Бағдат ортаға келсе, сонымен қосып көкеміздің бажасы, ішіндегі тазасы Есіркеп ағамызды ортаға шақырса, сонымен қосып осы Нақиптар әулетінен қыз алысып, қыз беріскен, тонның ішкі бауындай араласып, осы әулеттің бір туысындай болып кеткен, жақын араласып кеткен сан сүйек құдаларымызды керемет ақ тілек алаңына шақырайық ағайын. Келіңіздер. Мінекей, үйдің жақсы болып алашынан, жігіттің жақсы болып нағашынан дейді. Ағамның небір осындай шыңдарды бағындырып отқаны, құтты болсын, өсіріп отқан ұл қыздары қызығын көрсін, тағы да осындай кереметті шыңдарды бағындырып берсін. Бақыттың базарынан, қыдырдың назарынан құр қалдырмай, барлық уақытта осындай белестерді бағындырып жүресіздер. Алдындағы әдемі әпсе, бүгінгі мерейтойларымыз құтты болсын. Енді бұл жерде бір кішкентай ғана Ақан да, Әдем апа да, біздің бір екпіті деген жерде Қордабай деген әкеміздің үйінде көп өсті. Адам бала кезіндегі сіздің ұмытқысы келмейді. Сол баяғы сияқты маған әлі былай қарасаң мерей, жас, үлкен той, ақырынан талай нәрселер еске түсіп жатыр. Тойымыз той болсын, оны өсе беріңіз. Осы отбасымызға тек біз жақсылыққа тойлау керек. Мынау Қисғанстар әулетінде осы қараша айы тойға жазылған екен. Кеше ғана ата-бабаларыңыз Қожамбердінің тойын асып өттіңіздер. Бүгін енді Ақаның тойы жалғасып отыр ақа. Мынау бабаның тойымен қатар өткен тойын құтты болсын енді. Жаңа бір кісі айтып кетті ғой. Мағжан Жұмабаев айтқан екен, алты алаш бас қосқанда төрдегі орын ұстаздық еді. Ақа, сен өмір бақи ұстаз болып өткен адамсың. Сен өз балаңды ойламаған, өзгенің баласын ойлаған адамсың. Өз балаңның бақытын емес, өзгенің баласының бақытын ойлаған адамсың. Сен жүрегің нәзік адам, өткен сен ұстазсың. Екеумізді бір үйдің қызын алдық, құда қаласа, өсіп жатырмыз, өліп жатырмыз. Мен 50 жыл, сен 48 жыл бірге өмір сүріп жатырмыз екеуміз. Екеуміз мынау Қыпшақты 92 балы Қыпшақтың ноқтағасы бұтын деген жерден қыз алғанбыз екеуміз. Біреулер айтады ғой, Найманнан қыз алмаған ер жетім деп. Біз өзгердік қазір, Бұлдыңнан қыз алмаған ер жетім. Бұлдыңның қыздары өтімді болады негізі, күйеулердің жақсы бағады. Көптісі ғой біздің түрімізді. Мен 75-ке келдім қазір, басымызда любой келіншекпен билеймін қазір. Дайымын. Сен де сондай, сен любойға бар кесек қоясың, бала олайсың. Сондықтан мына аға, бұл өмірдің қызығы бала деген. Бауыржан момышыл айтқан ғой, бақытыңды балаңнан іздеді. Сен бақытты адамсың, балаларыңның бәрі қандай керемет, бәрі аталап, көкелеп қасында жүр. Қыздарың бар, құты жерде қондырдың. Өткеннің бәрін айту керек қой. Ана сенің қызың бақилық қып отқанда енесі жылап, бүкіл жаңарғанды жылапты. Екеуміз сырласып, мұңдасып, екеуміз үстелмен бірге шай күйдік деген кезде бүкіл жыламаған адам жоқ жаңарғанда. Сол сен екеуің тәрбиен сол, айналайын. Әдепші мен енді қандай бір тұрсың қазір, жаңа түскен кезіңді ойға түсіп тұрған шығасың қазір. Сен бүгін гүлдей жайнап тұрсың, осы гүлдей жайнап жүре беріңдер екеуің. Тойларың той қыласың. Бәрекелді Ахмет ағайымыздың бажасы Есіркеп көкемізге қол соғып қойып қадірлі ағайын. Жаңағы бір ағамыз айтқан екен жаңағы көкеда әйелімнен ажырасайын десем бажамды қимаймын деп. Енді осы үлкен Ахмет ағайымызды бір-бірлеріңізді сыйлап, осындай үлкен жақсы күндерді бастан өткізіп жүре берулеріңізге шын жүректен тілектеспіз. Ал енді мынау келесі тілекті құдаларымыздан, құдағиларымыздан келіңіздер. Сондықтан аға 100 жасаңыз, деніңіз сау болсын, өбірлі шүбірлі болыңыз, немері сүйдіңіз, шөбірі сүйіңіз. Пендеңіз сау болсын, аспандарыңыз ашық болсын, сіздің үйіңізде тойға келейік, 100 жасаңыз. Тойларың құтты болсын, артындағы ана шағаларына немері шөберлеріне жұғытты болсын. 70 жас тойыңыз құтты болсын, Құдағай өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Сіздердің шаңырақтарыңызға тек қана жақсылық
Berekeli rahmet. Alayına bu bölgeleri toyunun algaçkı bir yer.